Салем достар, бұл Саке Лайф каналы. YouTube жайлы нақты ақпараттар білгіңіз келсе, бұл видео дәл сізге арналған. Ал ендеше кеттік. YouTube-тың негізін салушылары өз үшін бастар алдында PayPal компаниясында жұмыс істеген. YouTube-тың домені 2005 жылдың 15 ақпанында тіркелген. YouTube-қа тіркелушілердің 70% ақш азаматтары, ал 50% 20-ға толмағандар. Егер YouTube Голливуд кинокомпаниясы болғанда, оның аптасына 60 мың жаңа кинофильм түсіруге материалы жетер еді. YouTube-тың қазіргі интернет трафигі 2000 жылғы бүкіл әлемдік интернет трафигімен бірдей. YouTube-тағы барлық видеоларды көріп шығу үшін сізге 1000 жыл қажет болады, ал оғанға дейін YouTube-тағы видеолардың саны миллиардқа дейін асып кететіні сөзсіз. YouTube-тағы ең әйгілі айдар ол музыка, ол хостингтің 20%-ын қамтып отыр. ақш YouTube-қа видео салу бойынша көш бастап тұр. Екінші болып тізгінді Ұлыбритания алған. Ең көп көрілімдер бойынша да ақш, сосын Жапония елі бірінші. YouTube тарихы бойынша ең алғашқы видео «Мен хайуанаттар бағындамын» деп аталады. Ол 2005 жылы 23 сәуірде салынған. YouTube арқылы күн сайын көрілетін видеолардың саны 2 миллиардтан асады. Google YouTube компаниясын 2006 жылы 1,65 миллиард ақш долларына сатып алды. YouTube-та жұлдыз болған адамдар ғаламтордан тыс әлемде де жұлдызға айналады. Мысалы, Джастин Бибер өзінің видеолары арқасында қымбат келісім-шартқа қол жеткізеді. Оның ән айтқан видеоларын YouTube-қа анасы салған екен. Өшірілген деп көрсетілген видеолар шын мәнінде өшпеген болады. Оны арнайы программамен көруге болады. 2009 жылы Қытай үкіметі өз территориясында YouTube-ты жауып тастады. Оған YouTube-ға жарияланып кеткен Қытай әскерлерінің тибеттік монахтар мен өзге Тибет тұрғындарын ұрып жатқан видеосы себеп болған. Сіздермен болған Саке Лайф каналы. Арнайы сіздер үшін каналға жазылып, лайк басып, қолдап отырыңыздар. Салем достар, бұл Саке Лайф каналы. YouTube жайлы нақты ақпараттар білгіңіз келсе,